Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл. Бүгін біз осындай мега шоколадный торт пісіретін боламыз. Менің сүйікті торттарымның бірі, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Жұмыртқаға зекер салып, жақсылап миксерлейміз. Зекері ерігенше миксерлейтін боламыз. Ары қарай сұйық май, сары май және сүт құйып, барлығын араластырамын. 10 какао қосқышты бір-бірімен араластырып аламын. Содан кейін бір қасық ас содасын салып, тағы да араластырып жібереміз. Мана масымызды үстіне құйып, бірінші лопаткамен араластырып аламын, содан кейін барып миксерлеймін. Түйіршік қалмайтындай миксерлеу керек. Болғаннан кейін бір қасық сірке суын құйып, тағы да миксерлейміз. Формаға құямыз. Форманың диаметрі менде 18 см. 180 градуста 1 сағат 50 минут пісіреміз. Дайын болды. Осылай күшті болып көтеріліп, тығыз болып шығады. Осыны салафанға салып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Сливкеге шоколад саламыз. Бірінші сливкеді қайнатып аламыз, содан кейін шоколадты ұнтақтап саламыз. Бұл кремі достар. Шоколадты ертіп аламыз, содан кейін блендермен түйіршік қалмайтындай езіп аламын. Болғаннан кейін бетін пищевая пленкамен жауып, тоңазытқышқа бір түнге қоямыз. Дайын болғаннан кейін үстіне салқын сливкеді құйып, араластырып аламыз. Пышный болғанға дейін миксерлейміз. Қоюланғанға дейін миксерлейміз. Енді бисквитіміздің бірінші бетін кесіп алып тастаймыз. Содан кейін бисквитті мен 3 бөлікке бөлдім. Бетіне бәріне крем жағып шығамыз. Достар, өлшемдерін мен видеоның астына жазып кетемін, содан қарасаңыздар болады. Жоғарғы бетіне қатты қалың қылып жақпаймыз, тек жұқалап түйіршіктерін жауып шығып жағамыз. Жан-жағын барлығына жағып шығамыз. Сыртқы креміне творожный сыр, сахарный пудра және сливкеді барлығын аластырамыз да, қалып қойған кремді кішкене үстіне салып жібереміз. Соның барлығын миксерлеп, осылай жағып шығамыз жан-жағына. Бірінші осылай жағып аламыз, содан кейін барып тегістейтін боламын. Болғаннан кейін тегістеп шығамын. Енді бетіне шоколадқа шоколад пен сары май керек. Осылай ертіп аламыз. Ерігеннен кейін сұйық болып тұрады. Ол ыссы күйінде құймаймыз. Бірінші суытып аламыз. Кішкене қоюланады, сосын барып құйып шығамыз. Торт дайын болды. Достар, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жасап жатсаңыздар ас болсын.